Қарлығаш әулие. Жоңғар басқыншылары өрттей қаптап, қазақ жерін таптап келе жатады. Қамсыз малын бағып отырған ел тым-тырақай босып үдере көшеді. Сонда жалғыз ақ бір үй түтінін түтетіп отыра береді. Жоңғар қонтайшысы батырларын жұмсап, анау жалғыз үй неғып көшпей отыр? Барып, біліп келіңдер дейді. Келсе, ол Төле бидің үйі екен. Жоңғар жігіттері әкіреңдеп, жұрттың бәрі көшіп кеткенде сен кімсің? Не қып отырсың дейді. Төле би олардың алдынан шығады. Жігіттер, сабыр етіңдер. Алдымен үлкен кісіге сәлем қайда дейді. Әдет дәстүрден бір сүрінген олар сәлем берседі. Енді тыңдаңдар деп сөз бастайды Төле би. Шаңырағыма қарлығаш ұя салып еді. Сол құс қашан сарауыз балапандарын қанаттандырып, ергізіп кеткенше мен еш жаққа көшпеймін. Қарлығаш қасиетті құс, адам баласының досы, сендер білесіңдер ме? Ертеде дүние жүзін топан су қаптағанда Нұх пайғамбардың кемесін суға батудан аман алып қалған осы қарлығаш. Адам баласына қастандық жасамақ болған жыланнан да қорғап қалған осы қарлығаш. Мен жау келді деп үйімді жығып, оның ұясын бұзып, балапандарын шырылдатар жайым жоқ. Сендердің де бала-шағаларың бар. Сендерді жұмсап отырған ханның да бала-шағасы бар. Сонда бала-шағаларыңды уылдатып, шырылдатып, қырып, қырғын сүргін қылып жатса, жақсы көресіңдер ме? Бар, хандарыңа осы сөзімді айтып барыңдар дейді. Жоңғар жігіттері барып Төле бидің осы сөзін қонтайшыға айтады. Сонда қонтайшы, ол әулие адам екен. Оған тимеңдер, оның төңірегіндегі елін де қозғамаңдар депті. Содан бері Төле би қарлығаш әулие атанған екен.